Биыл мамыр айында Астана әуежайында Fast Track қызметі іске қосылды. Аталған қызмет түрі тек қол жүгі бар жолаушыларға авиарейстерге жедел тіркелу және тексеру пункттерінен кезексіз өтуді ұсынады. Жылдам тіркеуден өту және тексеру желісі бизнес-класспен жиі ұшатын жолаушылар мен кішкентай балалары бар отбасылар арасында аса танымал. Сонымен қатар бұл қызмет түрі мүмкіндігі шектеулі және аутизм спектрі бұзылған жолаушыларға өте қажет болып табылады. Бұл санаттағы азаматтар үшін Fast Track қызметі ақысыз негізде қолжетімді, ал балалар үшін айтарлықтай жеңілдік қарастырылған. Услуга Fast Track внедрена в городе. Fast Track қызметі әзірге Астана қаласында ғана енгізілді. Біз бұл қызметтің ізашарымыз десек те болады. Fast Track'ті мүмкіндігі шектеулі және аутизм спектрі бар жолаушылар тегін пайдалана алады. Біз бұл қызметті Қазақстанда бірінші болып енгіздік. Эту услугу внедрили первыми в Казахстане. Бүгінгі таңда елорда әуежайының аталған қызмет түрін арнайы санаттағы 17.763 жолаушы, тағы 756 адам коммерциялық негізде пайдаланған. Қазіргі уақытта Fast Track қызметі Астана әуежайында Air Астана, Қазақ Air, Fly Arstan және Южное Небо авиакомпаниялары жүзеге асыратын ішкі рейстерде енгізілген. Тіркеу және тексеру үрдісі әдетте жолаушылардың 20 минут немесе одан да көп уақытын алады. Өз кезегінде аталған қызмет түрі стандартты тіркеу және тексеру процедураларын 3-5 минуттың ішінде өтуге мүмкіндік береді.